Қазына этнолагері. Бүгінгі күніміз таңғы жаттығумен басталып, қара жырға биімен жалғасты. Таңғы астарын ішіп болғаннан кейін оқушылар бір топ бір үйірме жобасы бойынша үйірмелерге қатысты. Өз қолдарымен түрлі нәрселер жасады. Балқаймақ үйірмесінде ұлттық тағамымыз жентті жасап үйренсе, Назқоңыр үйірмесі оқушыларға домбыраның құрылысын таныстырды. Шиқұрақ үйірмесінде құрақ көрпешенің қалай тігілетінін, матаны қалай қию керектігін Гүлмаржан апай үйретті. Алтын сақа ой жүйрік алаңында оқушылар ертегі кейіпкерлерін, кино және ертегі үзінділерден кино мен ертегі атауларын тауып, мақал-мәтелдердің жалғасын жалғастырып жұмбақтар шешті. Түскі астан кейін балалар топ ішінде түрлі ойындар ойнады. Сонымен қатар мектеп психологтары Сәрсенова Дина мен Мырзабаева Назкен қызықты тренингтер өткізді. Лагеріміздің қызықты өтуіне тәрбиешілер мен үйірме жетекшілері барынша атсалысуда. Қазына этнолагері.